Сіздерме, бүгінгі сабақтың тақырыбы ішкі суларды пайдалану және геосаяси. Бүгінгі сабақта Қазақстан үкіметі су қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында трансшекаралық өзендерді бірлесіп басқару туралы білетін боламыз, бүгінгі сабақта. Яғни өзендердің көбісі бізде трансшекаралық басқа мемлекеттер, халықаралық мемлекеттер арқылы өтетін сулар, өзендеріміз бар, енді соны талқылайтын боламыз. Яғни қысқаша түсіндірме жұмысына келетін болсақ, ішкі суларды пайдалану және геосаяси жағдай. Қазақстан аумағында өзендер, көлдер, жерасты сулары және басқа да су нысандарын шаруашылық, экологиялық және халықаралық тұрғыда тиімді пайдалану мәселесін қамтитын маңызды тақырып. Қазақстан құрғақ және шөлейт аймақтар басым ел болғандықтан су ресурстары елдің экономикалық дамуында және халықтың тұрмыс деңгейін қамтамасыз етуде аса маңызды рөл атқарады. Ішкі сулар ауыл шаруашылығын суландырудағы, өнеркәсіп орындарын сумен қамтамасыз етуде, энергетика мен көлік саласында, сондай-ақ экологиялық тепе-теңдікті сақтауда кеңінен қолданылады. Яғни біз Қазақстан үшін ішкі суларды тиімді пайдалану неге маңызды болып табылады деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, Қазақстан аумағының басым бөлігі құрғақ және шөлейт аймақтардан тұратындықтан ішкі сулар елдің экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етудің негізгі факторы болып саналады. Мысалы, өзендер мен көлдер ауыл шаруашылығын суландыруда, өнеркәсіп кәсіпорындарын сумен қамтуда, энергетика мен көлік жүйесінде маңызды рөл атқарып отырады өзендер мен жаңа су қоймалары. Келесі бізде Қазақстан аумағында су ресурстарының геосаяси маңызы неде деген сұрақ келіп тұр. Бізде Қазақстанның ірі өзендерінің көбі көршілес елдердің аумағынан бастау алатындықтан су ресурстары геосаяси тұрғыдан аса маңызды. Мысалы, Ертіс өзені Қытайдан болса, Сырдария өзені Қырғызстан мен Өзбекстан Қырғызстан мен Өзбекстаннан келіп жатыр, Сырдария өзені. Яғни бұл жағдай су көлемі мен сапасын бірлесіп басқаруда қажет етеді. Яғни осы мемлекеттер арқылы бірлесіп осы өзенді басқару. Сонымен қатар трансшекаралық өзендер мәселесі Қазақстан мен көршілес елдер арасында қандай қиындықтар туғызады деген сұрақ туындайды. Бұл жерде трансшекаралық өзендер мәселесі көбіне су бөлу сапасын сақтау және экологиялық тепе-теңдікті қамтамасыз ету бағытында қиындықтар туғызады. Кейбір елдер өз аумағында суды артық пайдаланып, төменгі ағыста орналасқан Қазақстанға су аз түсуіне себеп болады. Бұл ауыл шаруашылығының маңызды өнімділігіне, экожүйелердің жағдайына және аймақтық экономикалық дамуға кері әсер тигізіп тұрады. Мысалы, Сырдария өзенін алатын болсақ, бұл біздің оңтүстігімізге қарай да барады, Сырдария өзені. Қырғызстаннан, Өзбекстаннан кейін Аралға барып құятын Сырдария өзені. Біздің егіншілігіміз де оңтүстік жағымызда, осы Жетісай, Шардара жақтарда, мысалы, осы Сырдария өзенімен толыққанды ауыл шаруашылығын қамтамасыз етіп отыр. Сонымен қатар бізде ішкі суларды тиімді пайдалану үшін Қазақстанда қандай шаралар жүзеге асырылуда деген сұрақ келіп тұр. Бізде Қазақстан үкіметі су ресурстарын тиімді басқару мақсатында бірқатар шаралар жүргізуде. Мысалы, заманауи үнемдеу технологияларын енгізді және солармен бірге жаңа су қоймаларын салу және жерасты суларының қорын зерттеу жұмыстары атқарылуда. Сонымен қатар трансшекаралық өзендерді бірлесіп пайдалану және халықаралық келісімдер жасалып, экология бағдарламалары іске асырылуда. Яғни бүгінгі сабақта біз Қазақстанның су ресурстарын тиімді пайдалану және геосаяси жағдайына нақты тоқталатын боламыз.